Мен Тлеспаева Мадина Айдарқызы, 3-ші сыныпқа арналған қазақ тілі пәнінен видеосабақ жүргізетін боламын. Сабақ тақырыбы түбірлес сөздер. Сабағымызды бастамас бұрын менің сұрақтарыма жауап беріңдерші. Көңіл күйлерің қалай? Сабаққа дайындықтарың қалай? Сабаққа деген ынталарың қалай? Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Осындай көңіл күймен сабағымызды жалғастырамыз. Балалар, өткен сабақта біз қандай тақырыппен таныстық? Иә, дұрыс айтасыңдар. Өткен сабақта біз түбірлес сөздер тақырыбын өткен болатынбыз. Сендерге үй тапсырмасына хронологиялық даталардың көмегімен өмірбаяндарыңды жазып келу, түбірлес сөздер ережесін жаттап келу берілген еді. Барлығымыз ізденіп, орындап келдік деген сенімдемін. Үй тапсырмасын мен кез келген бір оқушыдан сұраймын. Оқушының жауабын тыңдап болғаннан кейін, сендер өз пікірлеріңді айтып, толықтырулар енгізесіңдер. Түсінікті ме? Жарайсыңдар балалар. Үй тапсырмасын айтып болдық. Ендеше әрі қарай барлығымыз ақыл тақтасына назар аударамыз. Барлығымыз берілген сөздерді дауыстап оқимыз. 1, 2, 3. Түбірлес сөз не екенін білеміз және оқимыз. Жарайсыңдар балалар, тамаша. Балалар, түбірлес сөз дегеніміз не екен? Қанеки есімізге түсірейік. Өте керемет. Сонымен түбірлес сөз деп бір түбірден тараған сөздерді атаймыз. Мысалы, біл, білімді, білгіш, білім. Есімізге түсіріп алдық. Ендеше бүгін біз түбірлес сөздер тақырыбын жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта сендер түбірлес сөз не екенін қайталайсыңдар. Түбірлес сөздердің мағынасын ажырата аласыңдар. Негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасайсыңдар. Барлығымыз оқулықтың 84-ші бетіндегі 26-шы жаттығуға назар аударамыз. Бұл жерде мәтін берілген. Мәтінді оқыңдар. Ал енді мәтінді оқып болсақ, әрі қарай мәтіннің мазмұнына байланысты сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші, неліктен ағаштар отындық, кәделік болып бөлінеді? Екінші, ағаштың жасына қарай қандай түрлері бар? Үшінші, жас ағашты неге кесуге болмайды? Төртінші, көктей соласын деп неліктен айтады? Себебін талқылаңдар. Сұрақтарға жауап беріп болсақ, әрі қарай мәтіннен түбірлес сөздерді табыңдар. Келесі, мәтіннен түсініксіз сөздерді анықтап, түсіндірме сөздіктен тауып, мағынасын ашасыңдар. Тапсырмаларды орындап болсақ, барлығымыз бірге тексерейік. Бірінші, неліктен ағаштар отындық, кәделік болып бөлінеді? Барлығымыз жауабын тексереміз. Ертеде ағашты тұрмыс пен шаруашылыққа жарамдылығына қарай отындық және кәделік ағаш деп екі топқа бөлген. Барлығымызда дұрыс деген сенімдемін. Екінші, ағаштың жасына қарай қандай түрлері бар? Олар жасына қарай мынадай түрлерге бөлінеді. Балғын, жас, толық өсіп жетілмеген, толық өсіп жетілген, көп тұрып қалған ағаштар. Үшінші сұрақ. Жас ағашты неге кесуге болмайды? Қанеки балалар, барлығымыз тексереміз. Себебі балғын, жас ағаштарды кесуге қазақтар көктей соласын деп тыйым салады. Ал енді төртінші сұрақ. Көктей соласын деп неліктен айтады? Қазақ дәстүрінде жаңа шыққан ағашты кеспейді, ағаш бүрлерін үзбейді. Көк шыбықты, көк өркенді сындырмайды.
Өйткені жас өркеннің бәрі бақыттың бастамасы, барлық тірліктің қайнар көзі деп біледі. Көк жусан, көктей соласын деп ырымдаған. Балалар барлығына түсінікті деп ойлаймын. Ендеше келесі мәтіннен түбірлес сөздерді табыңдар. Қане балалар, кім қандай түбірлес сөздерді тапты? Ағаш, ағашты, ағаштан, ағаштар, ағаштарды. Бұл сөздердің түбірі қандай сөз? Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Келесі тапсырма. Мәтіннен түсініксіз сөздерді анықтап, түсіндірме сөздіктен тауып, мағынасын ашасыңдар. Балалар, сендерге қандай түсініксіз сөздер кездесті? Бірінші, сүрегі. Сүрегі дегеніміз шабылған ағаш. Талшықты өсімдіктердің су өткізгіш талшығы. Келесі түсініксіз сөз. Тыйым. Қазақ халқының тәрбие құралдарының бірі. Жаман әдет, жат пиғыл, орынсыз қылық, теріс мінездерден сақ болу дегенді білдіреді. Жарайсыңдар балалар, сабаққа белсенді қатысып отырамыз. Ары қарай оқулықтағы 27-ші жаттығуға назар аударамыз. Бұл жерде берілген сөздерден туынды сөздер жасап жазыңдар. Қане балалар, бұл жерде негізгі 3 сөз берілген. Осы сөздерден туынды сөздер жасап шығыңдар. Барлығымыз жақсы орындадық деген сенімдемін. Ол үшін жауабын тексеріп көрейік. Бірінші сөзден қандай туынды сөздер жасап жаздыңдар? Қанеки тексерейік. Бала, балалық, балақан, балақай, баламен. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Келесі сөз. Сы. Сыйлық, сыйлы, сыйлау. Тамаша балалар. Енді үшінші сөз. Ек. Ек деген сөзден біз екінші туынды сөзін шығардық. Балалар, өте керемет. Сендер сабаққа барлығың белсене қатысып отырсыңдар. Ендеше барлығымыз орнымыздан тұрып, сәл сергіп алайық. Алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бала, балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Балалар, сәл сергіп алдық, ендеше ары қарай жалғастырамыз. Біз қазір уақыт бөліммен танысып жүрміз. Соған орай мына тапсырмаға барлығымыз назар аударамыз. Суреттегі адамдардың жасына қай ағаш түбірі сәйкес келеді? Барлығымыз мұқият суреттерге назар аударамыз. Неліктен олай ойлайсыңдар? Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Енді жауабын білу үшін барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Бірінші суреттегі бала қай ағаш түбіріне сәйкес келеді? Қанеки тексереміз. Екінші ағаш түбірі сай келеді. Балалар, неліктен олай ойлайсыңдар? Дұрыс, себебі екінші ағаш түбірі жас ағаш, әлі балғын ағаш болып келеді. Дәл солай бірінші суреттегі бала да әлі кішкентай. Ол әлі көптеген білім алып, өсіп жетілуі керек. Келесі суреттегі адамға қай ағаш түбірі сай келеді?
Дұрыс айтасыңдар. Үшінші ағаш түбірі сай келеді. Неліктен? Себебі үшінші ағаш толық өсіп жетілген. Дәл солай екінші суреттегі адам да үлкен адам болып келеді. Ол толық өсіп жетілген үлкен кісі. Ал үшінші суреттегі адамға бірінші ағаш түбірі сай келеді. Себебі бұл ағаш әлі толық өсіп жетілмеген. Дәл солай бала да әлі жас. Ол оқушы әлі толық өсіп жетілмеген. Балалар, қанеке есімізге түсірейікші, біз қандай бөліммен танысып жатырмыз? Мен жаңа ғана айтқан болатынмын. Жарайсыңдар, дұрыс айтасыңдар. Ендеше менің мына сұрақтарыма мұқият ойланып, дәптерімізге жазып жауап береміз. Бірінші сұрақ: күн мен түн теңелетін кез. Екінші сұрақ: ең ұзақ күн қашан болады? Үшінші сұрақ: ең ұзақ түн қашан болады? Төртінші сұрақ: 365 күн неше жылға тең? Барлығымыз дұрыстап ойланамыз. Жауап беріп болсақ, барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Бірінші, күн мен түн теңелетін кез. Күн мен түн көктем мезгілінде теңеледі, 22 наурызда. Екінші сұрақ: ең ұзақ күн қашан болады? Ең ұзақ күн жаз мезгілінде болады. Үшінші сұрақ: ең ұзақ түн қашан болады? Ең ұзақ түн қыс мезгілінде болады. Төртінші сұрақ: 365 күн неше жылға тең? 365 күн 1 жылға тең. Балалар, барлығымызда тапсырманы дұрыс орындадық деген сенімдемін. Ары қарай сабақты қорытындылау үшін мына тест жұмысын орындаңдар. Тест жұмысын барлығымыз орындап болсақ, тақтаға назар аударамыз, дұрыс жауабын белгілеп аламыз, ал кімде дұрыс тексереміз. Балалар, бүгінгі сабақта біз қандай тақырыппен таныс болдық? Дұрыс айтасыңдар, түбірлес сөздер. Қандай мәтінді оқыдық? Жарайсыңдар. Ол мәтін не туралы? Өте керемет. Түбірлес сөз дегеніміз не? Сендерге үй тапсырмасына түбірлес сөздерді жазып, сөз құрамына талдап келу беріледі. Енді сендерге 5 саусақтың суретін көрсетемін. Әрбір саусақты менің қойған сұрақтарым бойынша толтырасыңдар. Қаламымызды аламыз да мені мұқият тыңдаймыз. Бас бармақ: өзімді қалай сезіндім? Балаң үйрек: басқаларға көмегім тиді ме? Ортан терек: бүгінгі көңіл күйім қандай болды? Шылдыр шүмек: бүгінгі сабақ ұнады ма? Кішкентай бөбек: бүгін не үйрендім? Жарайсыңдар, толтырып болсақ, маған жібереміз. Бүгінгі сабақ мен үшін өте қызықты өтті. Сендер де сабаққа белсене қатыстыңдар. Ендеше, балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.